баланы не үшін 40-нан шығарады? Мына 40 күн ана ұшында, бала ұшында қатерлі кезең болып саналады. Мысал үшін 40-нан шықпаған баланы бейтіп мына жерін ұстап көрсең, мына еті бөлек, терісі бөлек жүреді. 40 күнде ғана баланың етімен мына сүйегі бірігеді. Мысалы, адам қайтыс болғанда 40 береді ғой, өйткені ет пен сүйегі ажырайды, соған біз Құдай береміз, көрдің ба? Ал мына жерде ананы 40 күн бойы қалжалап, жаңағы күтіп, өйткені ана күтілмесе, келіннің дені сау болмаса, ол баланың да жағдайы онша болмайды. Әрине. Сондықтан бұл 40 күн ана ұшында, бала ұшында күтім мезгілі. Күту керек. Жаңағы салқын тегізбей, далаға шығармай, вақты менен қалжасын жегістіп, таза ұстап дегендей солай. Бұл тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі 6 аптаны жас босанған әйелмен балаға қатерлі дейді. 6 аптан 42 күн. Ал енді біздің әжелеріміз қалай білген сол 40 күннің қатерлі екенін. Сонда мынау 40 күнге дейін балаға да, анаға да далаға шығуға болмайды ғой. Қалай болса солай жүруге болмайды. Түнде мысалы үшін суық су ішкізбейді аналарға.